Сәлем. Бүгін мен сіздерге Қазақстанға Ресейден соңғы жылдары келген екі бәле туралы айтам. Және оның біреуінің де Зеленский мен Украинаға ешқандай қатысы жоқ. Әрине, Украина президенті соңғы уақытта бірнеше рет Ресей жақында Қазақстанға шабуыл жасау мүмкін деп жүр. Бірақ дәл қазір әңгіме ол туралы емес. Ресейден келген бірінші бәле Батыс Қазақстандағы су тасқыны. Қазір Орынбор мен Саратовтан секундына 300 кубометр су еліміздің батысына қарай келіп, Оралдағы су 7 метрге көтерілді. Бірақ ең сұрақысы бұл емес. Журналистер жыл сайын Батыс Қазақстан облысы әкімшілігі 4 миллиардқа Ресейден су сатып алып, 15 жылдан бері су қоймасын салуға 1 миллиард таба алмай жүргендігін анықтады. Ал Ресейден келген екінші бәле мынау. Мен түсінуім бойынша сонда әр 5-ші отбасыдан балаларын тартып алып, детдомдардың бәрін толтырып біткеннен кейін орын қалмаған кезінде ол балаларды не істейді? Басқа европейский семьяға жіберіп, олар уже білгенін істейді, өйткені әке-шешесінің хақы болмайды оған вмешиваться етуге. Парламентте осы аптада нақты айтқанда бейсенбі күні тұрмыстық зорлыққа қарсы заң қаралады. Осыған орай әлеуметтік желілерде қазақ кедей балаларын тартып алып, шетелге сатпақшы, қазақ балаларын органға сатпақшы деген фейк ақпарат соңғы кезде қаптап кетті. Осындай жалған қауесет таратып, қазақтарды қорқытып, қоғамға іріткі салып жүрген кімдер? Және оның Ресейге қандай қатысы бар? Бүгінгі шығарылымда осы екі тақырыпқа байланысты зерттеудің нәтижесін айтып берем. Бірақ шығарылымға өтпес бұрын әдеттегідей дәл қазір лүпіл басып, пікір қалдырып, арнамызға тіркеліп кетіңіз. Жарты айдан бері еліміздің 10 облысында ТЖ жарияланып, су тасып жатыр. Қала суға кетейін деп жатыр дейді. Барлығы жұмыс жасап жатыр. Мынау ішкі саясаттың машинасы ғой, акиматтағы. Toyota центрде не істеп жүр екен бұлар? Қарай. Мына жүр. Заман кімдер мұнда жүр. Машина қарап жүр. Ассалаумалейкум. Қала суға кетейін деп жатыр. Мыяқта дейтін машина қарап жүрсіңдер. Қалай түсінеміз? Шүкір аман. Қарап жүр де просто. Просто қарап жүр. Ол қалай түсінеміз? Просто қарап жүр. Қараймыз әрине. Ішкі саясаттың машинасымен сіз бар жүрген? Внутренний политиканың машинасымен кім жүр енді? Ішкі саясат емес, іштегі аппараттағы машина. 013 дедің ба? Сол ішкі саясаттың жігіттері жүрген көрдім негізі оның алдында. Жоқ. Аппараттікі ма? Енді қалай түсінеміз? Не, Toyota центрден бір машина бірдеме айтып отыр ма? Қарап жүр де мында. Мына жұмыста жүргесі қарап жүр. Жұмыста жүргесін? Қалай жұмыста жүргесін? Жұмыста жүргесі қарап жүр. Қала суға кетіп отыр. Ағай сен? Қала суға кетейін деп отыр. Бәрі жұмыс жасап отыр. Бәрі жұмыс жасап отыр. Акиматтан көмек жоқ деп халық шырылдап отыр. Сіздер машина қарап отырсыз Toyota центрде. Қалай түсінеміз біздер оны? Кеше складта жүрдің тығылып кеше. Не проблема жоқ. Бірден бір жақсы жаңалық, мамандардың айтуынша сәуірдің ортасына қарай солтүстікте тасқын бәсеңдей бастайды. Десе де батыстағы жағдай қиын. Қазір Жайық өзені 7 метрге көтеріліп, Орал қаласы әкімнің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев өзен 10 метрге дейін көтерілетін мәлімдеді. Мой город басылымның жазуынша әдетте 8,5 метр қалаға қауіпті деңгей болып саналады. Жайық және шағын өзендеріндегі бөгеттерді бекітеміз. Топографиялық суретке түсірдік. Оларды одан да қатты жасауға болады. Батыс Қазақстанның төтенше жағдайлар департаменті 10-20 сәуірде су көтеріледі деп болжап отыр. Шарықтау шегі 15, 16, 17 сәуірде болады. Облыстағы 20-дан астам ірі компания 200 шақты техникасын берді деді Жалғас Дүйсенғалиев. Кейінгі мәлімет бойынша облыс пен Орал қаласының 6 ауданы жартылай суға кеткен. Тасқыннан 552 үй, 427 саяжай телімі зардап шеккен. Жағдайды көрші Ресейдің Орынбор облысындағы Ириклы су қоймасынан судың жіберілуі қиындатып отыр. Орда секундына 300 кубометр су жіберіп жатса, Ириклы су қоймасында секундына 2170 кубометр жылдамдықта су жіберіп жатыр. Орынбордағы Жайық деңгейі көтеріліп жатыр. Ор қаласында тағы бір бөгет бұзылды. Қаланың бір бөлігі су астында қалды. Ор қаласының тұрғындары әкімшіліктің жұмысына наразылығын білдіріп, тіпті митингіге шықты. Ресей территориясындағы су қоймаларындағы судың көлемі көбейіп кетіп, оны Қазақстанға қарай ағызып, су тасқыны болып жатқандығын мен айтпасам да білесіздер. Осы тұста бәрінің қойып жатқан бір сұрағы, неге көктемде суға тұншығып, жазда қуаңшылықтан өліп жатырмыз? Елімізде неге су қоймасы салынбайды? Біздің билік оған әлде қашан уәде берді. Назар аударыңыз. 2013 жылы Қазақстанда жаңа 20 су қоймасы салынады. Салынды ма? Жоқ. 2016 жыл жаңа 20 су қоймасы салынады. Салынған жоқ. 2017 жыл жаңа
22 су қоймасы салынады деді. Салынған жоқ. 2018 жыл тағы да жаңа 20 су қоймасы салынады деп уәде берілді. Салынған жоқ. 2020 жыл тағы да жаңа 20 су қоймасы салынады деп уәде берілді. Салынған жоқ. 2023 жыл тағы да жаңа 20 су қоймасы салынады деп уәде берілді. Салынған жоқ. 10 жыл. 10 жылдың ішінде бір су қоймасы салынды ма? Жоқ. Бірде біреуі салынбаған. Тәуелсіздік алғаннан бері елімізде бір ғана су қоймасы салынды. 2011 жылы. Әлі уақытқа дейін суды Қырғызстан мен Ресейден сатып аламыз. Протенге басылымның зерттеуінше 2021 жыл Ресейден су сатып алуға 4,2 миллиард теңге, 2023 жылы 6,5 миллиард теңге бөлінген. Батыс Қазақстанда су қоймалары салынғанда суды жинап, Ресейден сатып алмас едік. Бірақ мүмкін су қоймаларын салу қымбат шығар. Сол үшін салмай жатқан шығар. Оған да жауап бар. 2018 жылы Батыс Қазақстан облысында бір су қоймасын салудың құны 1 миллиард теңгеге бағаланды. Сонда бюджетте Ресейден су алуға жылына 6,5 миллиард теңге бар, ал су қоймасын салуға 1 миллиард табылмады ма? Ол қалай? Балаларымызды тартып алып Еуропаға жібере ме? Мен түсінуім бойынша сонда әр 5-ші отбасыдан балаларын тартып алып, детдомдардың бәрін толтырып біткеннен кейін орын қалмаған кезінде ол балаларды не істейді? Басқа европейский семьяға жіберіп, олар уже білгенін істейді, өйткені әке-шешесінің хақы болмайды оған вмешиваться етуге. Соңғы уақытта елімізде әйел мен балалардың жағдайы туралы бұқара көп айтып жүр. Әсіресе Салтанат Нүкенованың өліміне байланысты сотқа қызығушылықтан байқалады. Қуандық Бішімбаевтың соты неге елді сонша шулатты? Әдейі біздің көңілімізді басқа жаққа бұрып әкетіп жатыр деген пікірлерді көп көріп жүрміз. Бірақ менің ойымша бұндай конспирологияның еш қатысы жоқ. Сот онлайн өтсін деп сұраған Бішімбаевтың өзі. Оның үстіне ол бұрынғы министр. Аты шулы 1,5 миллиард ұрлаған үшін бір отырып шыққан адам. Ал ең басты себеп оның Салтанат Нүкенованы өлтіргендегі хайуандығы халқымыздың әсіресе әйелдердің жүрегіне ауыр тиді. Соңғы жылдары Қазақстанда зорлықтың, педофилияның, аса қатыгездікпен әйелдерді өлтірудің жағдайлары күрт өсті. Орташа есеппен елімізде күн сайын зорлықтан 2 әйел көз жұмады. Күніне 3 педофилге қарсы қылмыстық іс қозғалады. Құқық қорғаушылар, сарапшылар, заңгерлер елімізде зорлыққа қарсы заң қабылданбаса, жағдайдың тіпті жаман болатындығын қайта айтып жүр. Тіпті Тоқаевтың өзі 4 жыл бұрын заң қабылданады деп уәде берді. Бірақ заң сол күйі қабылданбай 21 жылы мәжіліс оны кері қайтарды. Тұрмыстық зорлыққа қарсы заң неге қабылданбады? Бір мезетте әлеуметтік желілерде және офлайн депутаттарға наразы ата-аналар келіп, бұл заң бойынша баланы тартып алады, балаларға секс сабағын қосады, әкенің қадірін түсіреді деген сияқты біртүрлі нәрселерді айта бастады. Жаңа заңға қатысты қарсы қол жинағандардың сылтауы ақылға қонымсыз болды. Олардың айтуынша, бұл заң қазақы менталитетімізге және ұлттық құндылықтарымызға сай келмейді. Әрине бұл ақпараттың бәрі жалған, оны кімдер шығарып жүргенін біз зерттеп білдік. 2019-20 жылы Қазақстанда Ресейден келген бірнеше ұйымдар тіркелді. Мысалы, Казахстанский союз родителей деген мына ұйым. Бір қарағанда бұл ұйымдардың көздеген мақсаты жақсы сияқты көрінеді. Ата-ана, бала, жанұя, бірақ олардың таратқан ақпараты керісінше денсаулыққа қарсы, тіпті қазақ баласының өліміне әкеп соқты. Алдымен бұл топтар вакциналарға қарсы шығып, қызылшаға қарсы вакцинада шошқаның қаны бар деген сияқты қауесет таратты. Нәтижесінде елімізге қызылша ауру оралып, 2 бала қаза болды. Біз зерттеу жүргізіп, Ресейден шыққан әртүрлі топтар Рожана, Единство осознанных, Союз родителей Казахстана деген сияқты топтар Қазақстанға келіп, Әлия Есенова, Анатолий Ким сияқты блогерлер арқылы жалған ақпарат тарата бастағандығын анықтадық. Блогерлерге бұл ақпарат тарату үшін ақша төлене ме, немесе бастарын айналдырып тастаған ба түсініксіз. Алғашында олардың ақпараты коронавирусқа қатысты еді. Вирусты ұшақтардан шашып жатыр. Вакцинаның ішінде чип бар деген сияқты фейк айтып, білімі мен сыни ойлау қабілетін нашарлау адамдардың үрей қорқынышын пайдаланып, өздеріне көндіріп, аудиториясын жинап алды. Кейін олар тұрмыстық зорлық заңына қарсы шыға бастады. Бұл жерде өтірік ақпараттың түр-түрін айтып жүр. Мысалы, заң қабылданса, 700 мың ата-ананың баласын алып қояды деген ақпарат. Немесе кедей отбасындағы балаларды алып, Еуропаға сатып жібереді деген фейк ақпарат. Ең сорақысы заңға қарсы топтарды ұйымдастырушылардың ішінде Ресейде және Қазақстанда
педофилия мен зорлық үшін сотталған адамдар бар. Мысалы, олардың арасында Ражана орталығының негізін қалаушы аты шулы Жанна Цареградская бар. Және де зорлық зомбылық үшін істі болған заңгер бар. Қайталап айтам, зорлыққа қарсы шыққандардың арасында осы уақытқа дейін адамдарға зорлық көрсеткен үшін сотталған адамдар жүр. Әрине, халықтың арасында билікке сенім жоқ. Бірақ дәл осы жағдайда, дәл осы жерде қауесеттерді тексеру оп-оңай. Ол үшін парламенттің сайты, парламенттің ютубына барып, заңның не үшін керек екендігін, оның қалай жұмыс істейтіндігін тексеру оңай. Бірақ бұл топтарға ондай нәтиже керек емес. Керісінше, үрей тудырып, қалайда елімізге зиян тигізуді көздеп отыр. Бұл заңды көптеген жылдар бойы өз елімізде ата-ана мен баланың құқығын қорғап жүрген білімді заңгерлер, құқық қорғаушылар жазып шықты. Оны мен өзім оқып шықтым және толықтай қолдаймын. Бұл жерде келсем, заң ашық талқылануы тиіс, және ол ашық талқыланып жүр. Парламенттің YouTube парақшасында шығып қойған. Депутаттар заң туралы не дейді? Алдымен педофилия. Ең негізгі мәселе, біз педофилия, яғни балаларға екі жаңа норманы қарастырып отырмыз. Педофилия бойынша өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасын қарастырып отырмыз. Сонымен қатар кәмелетке толмаған балаларды өлтірген үшін өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасын қарастырып отырмыз. Еліміз суицидтен әлем бойынша қазір 4-ші орында. Оған байланысты да жұмыс жасау көзделген. Негізгі екінші мәселе бұл суицидтің алдын алу. Жалпы суицидтің алдын алу мақсатында қылмыстық кодексте жаңа 2 құрам бойынша норма енгізілді. Бұл суицидке итермелеу және суицидті насихаттаған үшін қылмыстық кодекста жаңа құрамда 2 бап енгізілетін болады. Ал отбасылардан балаларды алып қойып, Еуропаға сатып жібереді деген ақпаратқа байланысты заң шын мәнінде не дейді? Алайда әр ұлттың өзінің дәстүр ерекшеліктері бар. Және отбасылық құндылықтар бар. Бұл дәстүрлі құндылық туралы сіз жоғарыда айттыңыз. Бұл бағыттарда әртүрлі түсініктер болдырмау үшін дәстүрлі отбасылық құндылықтарды нығайту қағидаттары деп оғылатын ұғымдарды кеңірек түсіндіріп берсеңіз. Сіз жоғарыда айтқан 2 норма декларативті норма болып қалмай ма? Екінші сұрақ, Евгений Дмитриұлы, сізге мемлекетіміздегі негізгі мемлекеттік органдардың бірі сіздер, отбасы саясатына қатысты идеология қалыптастыратын отбасы институтын нығайту бойынша қандай нақты шаралар қабылданып жатыр, осыған қатысты ұғым түсінік беріп өтсеңіз. Жалпы біз отбасы шаңырақты шайқалтпайтын, жалпы отбасын одан әрі нығайтуға бағытталған нормаларды қарастырып отырмыз. Бұл дәстүрлі отбасы құндылықтарына құрмет рухында балаларды тәрбиелеуге қатысты неке және отбасы кодексінде 2 арнайы норма қарастырылады. Енді бұның барлығы жалпы отбасы институтын нығайту үшін нысаналы индикаторларды бекітуге бағытталған. Баланы алып қояма. Анализируя социальные сети, мы видим, что люди обеспокоены тем, что якобы законопроект содержит нормы по ювенальной юстиции, когда допускается беспрепятственный доступ в семью, когда могут забрать ребенка и передать его в детский дом. Однако, вы знаете, я посмотрел закон, детально его изучил, но таких норм не обнаружил. Так вот, разъясните, есть ли такие нормы в законопроекте? И вопрос к представителю Министерства просвещения. Скажите, вообще в Казахстане сегодня возможно ли отобрать ребенка из семьи? Если это возможно, то в каких случаях? Рахмет, Сергей Михайлович. Негізі тағы да біз атап өткіміз келеді. Қарастырылып отырған 2 заң жобасында балаларды үйден алып кетуге байланысты немесе ювеналды юстицияға байланысты ешқандай норма қарастырылған жоқ, ол талқылаған жоқ, ол қарастырылуы да мүмкін емес. Неге? Өйткені біз балалардың отбасында тәрбиеленіп өскендігін қалаймыз. Сонымен қатар жалпы алдағы уақытта жетімдер үйі секілді институттардың біртіндеп жойылғандығына күш саламыз. Сол тұрғыдан біз әрине тағы да атап өтеміз, ювеналды юстиция немесе отбасынан балаларды алып кету мәселесі заңда мүлдем жоқ және қарастырылмайды. Прежде всего хочу подтвердить слова Жулдыз Дуспергеновны. Хочу отметить, что в рассматриваемом законопроекте, а также других законопроектах, которые находящиеся в Маджлисе, не рассматривается вопрос по отобранию детей из семьи. Такой вопрос также не поднимается в министерстве. Вся информация касательно отобрания детей, распространяемой в социальных сетях, является недостоверной и фейком. Политика государства направлена на сохранение семьи и воспитание ребенка в семье. В вопросах воспитания, образования, безопасности приоритет всегда
отдается родителям перед всеми лицами и институтами. Для этого государством принимаются меры по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в рамках комиссии по делам несовершеннолетних, а также в рамках центров, которые создаются по поддержке семей. Наша главная задача этой политики – это максимальные усилия, приложить максимальные усилия для реализации права ребенка жить и воспитываться в семье. Тағы бір фейк ақпарат. Баланы мектепке жалғыз жіберіп, автобустан түсіріп қалса, баланы алып қояды. Балаларды автобустан түсіріп кету жағдайлары бар. Енді ол кішкентай бала кейде қаржысы жетпей қалуы да мүмкін. Бірақ бұл үшін жауапкершілік, бұның артында үлкен салдарлар болуы мүмкін. Баланың тоңып қалуы, басқада қараңғы кезде, басқада бір қауіптерге, қатерлерге ұшырауы мүмкін. Сондықтан осы мәселелердің алдын алу мақсатында осындай норма енгізіліп отыр. Біз министрлік бұл норманы қолдаймыз. Бұл жерде жауапкершілік тікелей сол жаңағы көлік жүргізуге жауапты кондуктор мен жүргізушіге, яғни сол баланы мінгізіп түсіруге жауапты азаматтарға қатысты болады. Айта берсең көп. Бастысы, бұндай қауесеттерді таратып жүрген адамдардың біздің елге қастандық жасап жатқандығын түсінуіміз керек. Бұл адамдар, ұйымдар түрлі тақырыпта өтірік ақпарат, жалған ақпарат таратып жүр. Бірнеше рет алаяқтық жасады және күш көрсетті деп айыпталған адамдар және топтармен байланыста. Сондай-ақ ғылыми дәлелденген фактілерді жоққа шығарып, үнемі ғадауат тілін қолданып жүр. Қазақстанда құқық қолдау тәжірибесі жетілмегенін, адамдардың кей кезде білімі, кей кезде уақыты жоқтығын пайдаланып, арбап алушылар Қазақстан қоғамын жік-жікке бөліп, радикализациялауға себеп болғалы тұр. Біздің елге зорлыққа қарсы заң керек. Ол қабылданбаса, әйел мен бала қайтадан еш қорғаусыз қалады. Союз родителей Казахстана сияқты топтарға байланысты зерттеудің сілтемесін төменге қосып қоям. Міндетті түрде оқып шығыңыздар. Ал менде бүгінге осы. Назарыңызға рахмет. Аманшылықта кездескенше сау саламат болыңыздар.